Ұлт дегеніңіз адамның таңдауындағы дүние емес қой. Біз бұл ұлтты таңдап алғанымыз жоқ. Бұл енді діни түсінікпен айтқан кезде тағдыр дейді. Біздің Қазақстанда дүниеге келуіміз, қазақ болып дүниеге келуіміз, бұл біздің тағдырымызда бар нәрсе. Құранның аятында, пайғамбар хадисінде сен арабша сөйлемесең, немесе басқа ұлттан болсаң, дұрыс мұсылман болмай қаласың деген сөз жоқ. Араб еместерден ешқандай айырмашылық жоқ деген сөз бар, керісінше. Сондықтан да бұл мұсылманшылық тілмен, ұлтпен өлшенетін дүние емес. Сондықтан сіздердің түстеріңізге, сыртқы келбеттеріңізге қарамаймын, тек қана жүректеріңізге қараймын дейтін аят бар емес пе? Пайғамбар сол пайғамбарлықты алып келген кезде Меккеде 13 жыл бойы дінді уағыздады. Бірақ ол саяси билікке ұмтылған жоқ. Менің мақсатым, менің бұл жерге жіберілгендегі мақсатым мен саяси билікті қолға өткізу керек деген жоқ. Мәдина кезеңінің өзінде басқа дін өкілдерімен, басқа тайпалармен қарым-қатынаста бірлікте өмір сүрді, әрі белгілі бір декларацияға келе отырып жұмыс жасады. Лайланбаған бұлақтың көзін табу ол бір қиял десе де болады. Себебі діни түсінікпен айтқан кезде дінді бұл тек қана белгілі бір қауымға немесе белгілі бір ұлтқа арнап түсірген жоқ. Сондықтан бұл адамзаттық құндылық болғандықтан кез келген азамат өзі саналы түрде ол дінге бейімделе алады. Кез келген қоғамда бұл мұсылмандықтың да бір шарты негізінде. Өзінің ұлтынан безу негізінде ол өзінің тағдырына риза болмаушылық, Құдайдың өзінің заңына қарсы тұрушылық. Сондықтан бұл бауырларымыз неге қарсы болып жатқанын кейде білмей қалады. Себебі олардың миына сіңірілген дүние, оның астарында басқа дүние бар. Ол мұсылманшылық емес. Мұсылманшылықты жамылу арқылы басқа бағытқа сүйреу негізінде. Қадап айтатын нәрсе, мұсылман болу үшін қажетті теологиялық сенімдер бар. Ол сенімдердің тысында тағы да басқа бір сенімдерді алып келудің қажеті жоқ. Бұл 1400 жылдан астам уақыт тәжірибеде көрсетілген нәрсе. Мұсылман болу үшін не істеу керек? Мұсылман болу үшін белгілі, жаңағыдай исламның шарттары дейтін дүние бар. Осы шарттарды қабылдаған жағдайда ол мұсылман болады. Жүрегімен сенген уақытта ғана мұсылман болады. Одан бөлек сен мұсылман болу үшін мұсылман қоғамында өмір сүруің керек дейтін тағы да басқаша бір 7-ші, 8-ші шарт жоқ. Сондықтан да біздің деструктивті діни ағымда жүрген кейбір азаматтардың ойлайтыны теологиялық мәселе емес нәрселерді теологиялық мәселеге айналдыру. Сол арқылы өзін тығырыққа тіреу. Немесе ұстанушыларды тығырыққа тіреу арқылы радикалдандыру.